24-ші есеп. Бірінші дүкенге қораптарда А килограмм көкөніс, екінші дүкенге қораптарда Б килограмм көкөніс әкелінді. Егер әрбір қорапта Т килограмм көкөніс болса, сонда өрнектердің қайсысы екінші дүкенге біріншіге қарағанда неше қорап артық әкелінгенін көрсетеді дейді. Біз жазайық, бізде бірінші дүкен бар және екінші дүкен бар. Және бірінші дүкенге А килограмм көкөніс әкелді және екінші дүкенге Б килограмм көкөніс әкелді. Және бізге айтады, егер әрбір қорапта Т килограмм көкөніс болса, барлығы әкелгені А килограмм және Б килограмм. Ал әрбір қорапта Т килограмм болса, біз қанша қорап екенін білу үшін А килограммды барлық килограммды бір қораптың килограмм санына бөлеміз. Демек, А-ны Т-ға бөлсек, біз барлығы қанша қорап бар екенін білеміз. Дәл солай, Б-ны да Т-ға бөлеміз. Барлығы әкелінген көкөніс Б килограмм және әрбір қорапта Т килограмм. Қанша қорап бар екенін білу үшін барлық салмақты, яғни Б килограммды бөлеміз Т килограммға. Енді бізге айтады, өрнектердің қайсысы екінші дүкенге, бірінші дүкенге қарағанда неше қорап артық әкелінгенін көрсетеді дейді. Біз осы сөйлемнен Б бөлінген Т-ның А бөлінген Т-дан үлкен екендігін білеміз. Яғни екінші дүкенге, бірінші дүкенге қарағанда қораптар артық әкелінген, көкөніс артық әкелінген. Ал қанша артық екенін білу үшін біз осы Б бөлінген Т-дан азайтамыз А бөлінген Т-ны. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол Д нұсқасы. Осы өрнек бізге екінші дүкенге, бірінші дүкенге қарағанда неше қорап артық әкелгенін көрсетеді.